Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сауатташу пәнінен ш әріпі мен дыбысы тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсатына тоқталатын болсақ, жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастайық. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді бізге ненің суреті берілген оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, щетканың суреті берілген. Щетка дегенде бірінші қандай әріп естіліп тұр? Ш әрпі. Өте дұрыс айтасыңдар. Ш әрпі балалар дауыссыз дыбыс, сол себепті көк түспен бейнеленеді. Ал енді ш әрпінен келетін сөздерді айтайық. Щетка, тұщы. Ішетін суымыздың дамы тұщы болып келеді. Ащы. Қызыл бұрыштың дамы өте ащы. Ши. Көкөністер қосылған орыс халқының тағамы ши деп аталады. Борщ. Орамжапырақ дәрумендер қосылып жасалатын сорпаны борщ деп атаймыз. Ал енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымызда берілген сөздерді қайталайық. Щетка, ащы, тұщы, борщ. Ал енді дәптермен жұмыс жасайық. Ш әрпінің бас әрпі жоғарыдан төмен қарай солға және оңға иілген түзу сызық, жоғарыдан төмен қарай оңға иілген түзу сызық, жоғарыдан төмен қарай оңға иілген түзу сызық, және құйрықша. Бұл ш әрпінің бас әрпі. Ал енді ш әрпінің кіші әрпі. Берілген екі сызықтың ішінде жоғарыдан төмен қарай оңға иілген түзу сызық, жоғарыдан төмен қарай оңға иілген түзу сызық, жоғарыдан төмен қарай оңға иілген түзу сызық және құйрықша. Дәл осылай сауатташу дәптерімізге жазып шығамыз. Ал енді оқушылар кері байланыс. Сабағымызды жақсы түсінсек, бас бармағымызды жоғары, жартылай түсінсек, көлденең, мүлде түсінбесек, төмен түсіреміз. Назар аударғандарыңа рахмет.